Қорғансыздар 51 бөлімі бүгінгі бөлімінде Бера қашып кетеді. Юсуп пен Зылиха татуласып, олар жұмысқа бірге келеді және Юсуп осы кезде Зылиханың бастығын ұрып кетеді. Ал мұнда Джемо шығып бара жатып, Мелисаға соқтығысып кетеді. Мелиса Дойгудың қызғанып кетеді. Азизе болса, оның артынан мектепке келген. Әрине, Дебран оған мен сенімен қаламын, мен сені жақсы көремін деген сөз айту үшін келеді. Бірақ телефоннан Бераны кетіп қалған естіп бірге кетеді. Алданған Пидам мына жігітке ғашық болады. Осы жігіт үшін әдемі киініп, боянып келеді. Алайда бұл жігіт ұры екен. Пидамның жуастығын, аңғалдығын оған өзіне ғашық етіп, осылайша алдап, кофе әкелуге кетіп келген кезде барлық ана-мына заттарды ұрлап кетеді. Бірақ Пидам одан ешқандай хабарсыз. Көлік ішінде Азизе мен Дебран сөйлесіп келеді және тағы да Дебран жаңа сөзімді айтайын деп жатқан кезде тағы да болмай қалады. Ал мұнда Мелисаның неке қию рәсімі болып жатыр. Анасының келісімі керек. Анасына барлық жағдайды айтып және қашып кететін ақшамен өзін асырайтынын айтып, анасын көндіреді десе де, Джемо бұл некеге шыдамай барлығын бұзамыз деп келген кезде Мелиса оған ешқандай қарамай иә деп және қол қойып некесін алады. Осы кезде Джемо есіне түседі екеуінің бір-біріне деген сүйіспеншілігін, махаббатын, бірақ қайғырады. Ешқандай да көмек болмайды. Жалғасы бар.